бұл иррационалды теңдікті шешкенде біз түбір көрсеткішінің мәніне қараймыз. Түбір көрсеткіші 3, тақтан түбір көрсеткіші тақ болған жағдайда біз оған мәндес теңсіздікке көшуге болады. Бұл түбір көрсеткіш қанша болса, сонша дәрежеге көтерілуге. Мысалы, жалпы жағдайымызда тақ болған кезде ертең плюс түбір көрсеткішті түбір иррационалды теңсіздік болса, мысалы, Jx-тен бұл мәндес теңсіздігі px кішіден кіші Jx-тің 2 плюс 1 дәрежесі. Міне осындай мәндес теңсіздікті көтеріп алу жағдайда. Енді біз берілген мысалымызды қарайық. Берілген мысалында 3x плюс 6 кіші x-тан екі жағын бірдей үшінші дәрежеге көтереміз. Екі жағын бірдей үшінші дәрежеге көтереміз. Сонда x минус 6 кіші x кубтан болады. Бәрін бір жағына жинақтайық. Бәрін бір жағына жинақтасақ, x куб минус x минус 6 үлкен нөлден деген теңсіздік аламыз. Енді бұл теңсіздікті шешуді көбейткіштерге жүктеуіміз керек. Көбейткіштерге жүктеудің түрлі тәсілдері бар. Біз қазір топтау тәсілін қолданып көрейік. Топтау тәсілін қолданып көрейік. X куб енді біз бірінші дәрежені шығаруымыз керек. Мына жер 6 болып тұрғаннан кейін 2, 3 түбірі болуы мүмкін. Сондықтан біз 2-ге кетіп көрейік. Минус 2x квадрат дейік. 2x квадратты қостық. Және 2x квадратты азайтып тастаймыз. Сонда бұл бір-бірімен жойылады. Енді мынаған сәйкес келу үшін минус 4x болады. Одан 2x'ті жақсы аңсатына шығарған кезде плюс 4x болады. Енді қараймыз. Минус 4x болады. Минус 4x. Мына жерде минус өз 1x'іміз бар. Сонда 3x'ті қосымыз керек. 3x'ті қосамыз. Сонда өзгермейді, қайтадан минус x болады. Минус 6 үлкен нөлден теңдік аламыз. Енді мына жерден әр бірінші екеуінен x квадрат жақсы аңсатына шығарайық. Сонда x минус 2, екіншісінен 2x жақсы аңсатына, екінші екеуінен 2x жақсы аңсатына шығарайық. Плюс 2x жақсы аңсатына шығарсақ, x минус 2, және мына қалған екеуінен 3 жақсы аңсатына шығарсақ, плюс 3, x минус 2 үлкен нөлден болады. Енді x минус 2-ні жақсы аңсатына шығарсақ, x минус 2-ні жақсы аңсатына шығарсақ, жақсы аңсатында x квадрат қалады, плюс 2x болады, 2x және плюс 3 үлкен нөлден. Енді тағы көбейткіштерге жүктеуіміз керек. Енді квадрат 3 мөлшері болды. Квадрат 3 мөлшеріне дискриминант табу арқылы көбейткіштерге жүктейміз. Квадрат 3 мөлшерін дискриминант табайық. Дискриминанты 2-ның квадраты 4, минус 4, көбейту 1, көбейту 3. Сонда минус 12, минус 8 кіші нөлден. Демек, квадрат 3-ның түбірлері жоқ. Тармақтары жоғары қарайды, бұл демек артық кезде 10 деп өтеді. X квадрат плюс 2x плюс 3 бұл артық кезде 10 мәнді табылады. Демек, теңсіздіктің шешімі тек x минус 2-ге тәуелді. X минус 2 10 болған кезде біздің теңсіздігіміз 10, x минус 2 теріс болған кезде теңсіздігіміз орындалмайды. Демек, тек x минус 2 нөлден үлкен болған жағдайда ғана шешім болады. Сонда x үлкен 2-ден. Жауабы 2-ден плюс 8-ге дейін болады. 2-ден
2 deyimiz.